Алматыда жақында түнгі 3-тен тура 33 минут және 33 секунд кеткен кезде 3 адам қайтыс болды авариядан. Жас сұлу қазақтың 3 қызы мен баласы және де әрине өлімдері олардың қиын болды. Мына 33 деген ол мәсілердің саны, ең күшті қара рәсімнің, қара дуаның саны ол 33. Мәсілерде 33 деген ол тылсым дүние, яғни сайтанмен байланыстың белгісі. Сол санды пайдаланып 33 болатын күндері немесе 33 күнді санайды, олар қара құрбандық жасайды, қара рәсім. Әдейі жасайды, ал кейде кездейсоқтықта жасалатын әлемдік рәсімдер. Егер сіздер бүкіл дүние жүзінің апаттарын қарасаңыздар, атом электростанциялары ашылатын соғыс күндері, мысалы Рамазанның 33 күні ашылған соғыстар, оның бәрі де сол мәсілердің ұйымдастырған белгісі болып келеді. Және де жан-жануарды қырған кезде де 33 деген санды пайдаланады. Немесе 33, немесе 33 мың, немесе 333 мың сан әдейі қырады. Бір барған кезде 33-ін өлтіруге тырысады. Өйткені 33 деген ол сайтанға берілетін құрбандық. Жас, сұлу, дені сау, жан-жануарлар, адамзат, өсімдіктер, ағаштар 33-ке келген, бәрі де жарай береді қара рәсімшілдер үшін әлемді билеп отырған. Сондықтан Алматының түнінде 33 минут 33 секунд түнгі 3-тен, яғни 33 минут 33 секунд кетіп, 3 адамның қайтыс болғаны тікелей сол 33 деген санмен байланысты. Мәсілердің ең жоғарғы дәрежесі 33-ке дейін ғана жетеді. Жай қалықтар. Қалғандары әлгі әлем билеушілерінің өздері жетеді, өздерінің ұлтынан. Сондықтан 33 деген ол ең жоғарғы сайтанға табынушылықтың дәрежесіне жеткен сан. Ал ол күні құрбандықтар шалынады. Ай егер домаланып тұрса, адамдар өз-өзінен өледі.